Қайырлы күн достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашарға арнап осындай жұмсақ сиырдың бауырымен картошканы қуырамыз. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Картошкамызды, пиязымызды алып тазалап дайындап аламыз. Картошканы керек мөлшерде бөлеміз. Өте сақтамаймыз, ірілеу қылып, осылай видеодағыдай бөліп аламыз. Енді бауырымызды жуып тазалап, осындай үлкендеу бөлшектерге турап аламыз. Енді туралған бауырымызға тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қара бұрыш саламыз, қызыл бұрыш саламыз. Араластырып қойып қоямыз. Майымызды қыздырып, картошкамызды қуырып аламыз. Араластырып, сарғайтып, қуырып аламыз. Міне дайын болды. Енді майымызды қыздырып, тұздалған, бұрышталған бауырымызды салып қуырамыз. Араластырамыз. Енді осы суы тартылып, жақсылап қуырғанша крышкасын жауып қойып қоямыз. Тағы да араластырамыз. Енді бізге қажетті пиязымызды турап аламыз. Бұл бізге қуырылған бауырдың бетіне салып қуырамыз, пияз бен бауырды. Енді бауырдың бетіне осы туралған пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Міне қуырылды. Енді картошкамызды саламыз бетіне. Араластырамыз. Дайын болғанша енді қойып қоямыз. Астымызға отымызды баяулатамыз. Паприка себеміз. Тағы да бір араластырып, тағы да қойып қоямыз. Неке дайын болды. Дайын болған тағамымызды осылай саламыз. Бетіне укроп, петрушка саламыз. Болгар перецін саламыз. Осылай дастарханға ұсынамыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Сіздерге де осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ұнайды деген ойдамын сіздерге. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жанар.